Сіздермен бірге мен Балжан блогер. Көптен бері сіздерге видеоларым болмай кетті. Сол үшін де қазір осы видеоны түсіріп отырмын. Және де егер сіздер менің инстаграм парақшамызға тіркелсеңіздер, менің ең алғашқы күшті керемет жаңалықтарымды білесіздер. Және ол өздеріңіз көріп тұрғандай, мен алғашқы 500 мың теңгемді SMM арқылы таптым. 16 жасымда, негізі 16 жасымның 3 айында таптым. Мен ойламадым, что ертерек табам деп ше. Негізінен 500 мың емес, 16 жаста 300 мың теңге табам деп мақсат қойған болатынмын. Енді Алла тағаланың көмегімен бұйыртып 16 жаста алғашқы 500 мың теңгемді таптым. Және сіздерге де қазір сұрақ-жауап ретінде осындай видео түсіріп, барлығымен бөлісіп, 16 жаста қалай 500 мың теңге табуға болады деген сияқты соның бәрін сіздерге айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын инстаграм парақшама жазылып, барлық жаңалықтарды сол жерден біле аласыздар. Сонымен қатар, осы менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер, өте пайдалы ақпараттар болатын болады. Мен өзімнің Oppo телефоныма түсіріп отырмын, ал iPhone 11 менде осы міне қолымда тұр. Яғни мен iPhone 11-ді қазір сіздерге видеоның аяғында толығымен анпакинг жасап көрсететін боламын. Неге бұл телефонға түсіріп отыр десеңіздер, әлі толықтай аккаунт алған жоқпын. Яғни әлі толықтай үшін біткен жоқпын жасап. Сол себепті осы телефонды түсіріп отырмын. Болашақта сіздерге айтатыным осы қандай да бір жағдай болмас, телефондарыңыз iPhone емес, жұмысқа жарамсыз деген нәрселерді айтпаңыздар. Себебі мен де Oppo телефонын алғашқы 500 мың теңгені өз күшіммен таптым. Өз күшіммен iPhone 11-ді алдым, өз күшіммен керек жарақтарымды алып жатырмын деген сияқты. Сол үшін де сіздерге осыны айтамын. Мен негізі өздеріңіз білесіздер, 14 жасымда алғашқы SMM саласын бастаған болатынмын. SMM саласында көптеген оқиғалар болып, басында 6 ай жұмыс жасадым, соңында проект таппадым. Так что сіздерге осыны жаңалықтармен бөлісейін. Бірінші сұраққа көшейік. Бірінші өмірімде не болып жатыр? Қазіргі таңда менің өмірімде өте көптеген өзгерістер болып жатыр. Мен жаңа мектепке ауысып жатырмын. Сонымен қатар бұйыртып жатса енді үйімізді бұйырса жаңартып деген сияқты. Сонымен қатар телефон өзгеріп жатыр, жұмысым да өзгеріп жатыр. Сондықтан мен сіздерге толықтай айта алмаймын. Бұйыртып жатса келесі видеоларда толығымен айтатын боламын. Ресурстардан көрінбей кеттіңіз деген екінші сұрақ өте жиі келіп жатыр. Енді бағана айтып кеткендей, үйлік отбасылық жағдайларға байланысты көп шығамай кеттім. Ол енді міндетті де болады. Үшіншіден, қай сыныпқа көштіңіз? Мен 10 сыныпқа көштім, бұйыртып жатса 10 сыныпта қызылға аяқтаймын деген ниетім бар. Және Алла тағаланың арқасында осы өзімнің iPhone-ымен 1 миллион теңге табамын деп ойлаймын. Мен әлі 16 жастамын, әрине де 16 жасымның, яғни 16 жасымның аяқтауына дейін 7 айдай қалды. 7 айдың ішінде тағы да 500 мың тауып, 16 жасымда 1 миллион теңге таптым деп сіздерге айтуды Аллам жазсын. Ал енді сіздерге жалғастырайық. Қазіргі таңда мен осы SMM саласына жүргелі бері өзімнің түсінгендерімді айтайын сіздерге. 16 жаста демеймін, просто так сіз қаншалықты ерте бастайсыз дамуды, соншалықты сізге ойы жақсырақ та. Яғни сіз мысалы 13 жаста менен 1 жас, мысалы 10 жаста тіпті бастасаңыз, уже 16 жасқа дейін қаншама уақыт болады, 6 жылдың ішінде ойлаңызшы, қаншама тәжірибе болады сізде. Сіздің келестеріңіз өте көп болады. Мен басында видеода жоқ болатын. SMM саласын үйрендім, бірақ мен оңай үйрендім. Практика менде болмады. Бірақ та мен де іздедім, отказ көп болды. Бірақ та бәрібір де мен де тырысып, SMM ең алғаш проект таптым. Көптеген орыс сөзім шығып кеткім келді. Ең алғаш проекті мен 30 мың қалға болатын. Ал қазір енді 150 мың, 100 мың, 60 мың деген сияқты кішігірім чегімді бет-бет көтеріп жатырмын. Лестницамен консультациялар өтіп жатырмын. Бұрын консультациям 2 мың теңге болды, мысалға да. Қазір уже 5 мың, 6 мың, 7 мың деген сияқты. Сол үшін де SMM саласында жүрген жандар болсақ, басында қандай да бір қиындықтар болса да күтіңіздер, шыдаңыздар. Барлығы ақырындап келеді, содан кейін білімге ақша көп құйыңыздар деп айтқым келеді. Білім арқылы сіз дамисыздар. Білім деген ол үлкен нәрсе. Мен білімге инвестиция құю арқылы өзімді дамытып жатырмын. Мен қазірдің өзінде бөлек мобилография курсын алып жатырмын. Және ол курстың арқасында мен өзімді толығырақ дамытамын да. Яғни мен өзімнің курсым бар, плюс iPhone-ым бар, чегімді одан әрі көтеретін боламын. Сол үшін де мен жұмыс жасап жатырмын да. Болашақта таңдайтын мамандығым да соған байланысты болып тұр. Сол үшін сіздерге айтамын, қазіргі сұранысқа жоғары осындай мамандықтарды оқып алып, табыс тауып үйреніңіздер.
Және сұрақ жауап, айфоны 16-ды 500 которого болып жатыр ғой. Ал келесі видеоны алып жасап нақты қалай 500 мың теңге табуға болады деген видеоны түсіретін боламын. Ол үшін сіздер көп лайк басып, көп комментарий жазып, инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер. Инстаграм парақшамда 1500 подписчик алғалы, так что достар тіркеліп лайк басып кетіңіздер. И сол кезде мен сіздерге толығырақ түсетін боламын. Және менің айфонымда не бар деген видеода түсіретін боламын. Барлығы алда, күтіңіздер, back to school барлығы бар. Скоро күтіңіздер, идеяларым өте көп. Жағдай болмасын, сен бір нәрседен қиналып кеткен кезде тастап кеткің келеді да, бірақ тастап кеткің келген кезде оған ерік бермеу керек. Егер сен оны тастамағанда алдыңда қандай мүмкіндіктерді елестетші. Мысалы, өзіңнің армандаған телефоныңды алдың, өзіңнің армандаған көлігіңді алдың, болашақта өзіңнің армандаған бизнесіңді аштың. Поэтому және сіздерге айтатын нәрсе, ол блокнотқа армандарыңызды жазыңыздар. Қанша миллионерлерге барсаңыздар да айтатын нәрсе осы. Ең бірінші нәрсе ол блокнот, қарапайым дәптер болсын, барлық армандарыңызды жазып, өздеріңізге жеке күнделік арнаңыздар. Кейбіреулер сенбеуі мүмкін, бірақ та орындалатын нәрсе. Себебі мен өзімде алдында жаздың басында 45 арман жазған болатын, 45-ін шүкір Аллаға 36-37 40-қа дейін орындалған, 40-қа дейінгі жуығы орындалған, понимаете? Мен оны өзім орындаған, еще и 5-еуі қалды. Енді онда бұйырса жаздың уже бітуіне бір айдай қалды ғой, енді бір айдың ішінде асырып орындайтын боламын. Так что сіздерге айтар кеңестерім осы. Өзіме қысқа әрі 7 минуттық 6 минуттық видеом аяқталды. Неге қысқа десеңіздер, қазірден да сіздерге сұрақтарыңызға жауап беріп, осындай видео тастап жатырмын. Осы видеомның ұнағанына қуаныштымын. Онда ең соңғы кезде бұл айфонымды таныстыру. Бастайық. Бісміллә. Жалпы менің айфонымның түрі осындай. Яғни бізде чехол, стекло, шнур, адаптер сатып алдық. И чехолын тегін берді. Оны айтпаса түсінікті ғой. Мен бұны сторисына жариялаған болатынмын. Ақ түсін таңдап алдым. Ақ түс өте қатты ұнайды маған. Түрі де өте әдемі ғой, ақ түс деген. Чехол осындай. Ішінде не бар екен, толығырақ кейін айтатын боламын. И просто посмотрите. Камерасы қандай күшті. Қараңыздар. Камерасы өте күшті. Сонымен қатар ішінде шнуры болады. Шнурын сатып алдық. И адаптерінде бөлік сатып алдық. Осындай адаптер бар. Және сонымен қатар ішінде полный инструкция жүреді, конечно, кәдімгі құжаттары, документтері. И екі наклейкасы. Наклейкасын әлі түсінген жоқпын, көбісі ретке жабыстырады дейді. Мынаның ішінде сосын мынандай несі бар. Атын ұмытып қалдым. Мынандай бар. И өзінің коробкасы бар. Осы. Коробканың астына жақта видео түсіп тұрғандықтан. Ал енді сіздерге күшті контент түсіретін боламын. Сау болыңыздар.